Шақыру қағазды қалай өзіңіз тегін қосымшалар арқылы жасауға болады. Ол үшін бізге Pixstat және Magic Easer қосымшасы керек. Magic Easer аламыз, алдында осындай рекламалар шығады, оны X батырмасын басып шығарып жібереміз. Осы фото. Алдын ала өзіміздің Google-дан жүктеп алған суретімізді аламыз. Сіз өзіңіздің суретіңіз де болуы мүмкін. Осы жерде мен артық фондарын алып тастауым керек. Добавить фото, осы размерде қалдырамыз, және де осы жерде допуск деген волшебная палочка, соны басамыз да өзімізге керек емес түстерді алып тастаймыз. Осы жерде төменде біз проценттер көрсетіп қойған, деген уақытта былай ғана жыртсақ, оңнан солға қарай проценттер көбейту кезде кедергі шықпайды. Осы жерде PNG формамен сақтап аламыз да, енді Pixstart'ты ашамыз. Новый проектті қосымша плюс батырмасын басамыз төмендегі, және де мен осы жерде ақ фонды таңдадым. Ал сіз өзіңіз кез келген фон таңдасаңыз болады, немесе картинка қойсаңыз да болады. Осылай рекламалар шығады, бұл рекламаға қарамаймыз, X батырмасын басып жібере саламыз. Осы жерде төменде стикер бар, стикерді басқан кезде мен газон деп жазған болатын алдым. Сол газонды астын жылытсаңыз неше түрлі стикерлер шығады, өзіңіздің қалаған алып қойыңыз. Маған мынау ұнады. Енді төменнен добавить фотоны басамыз, және де өзіміз жаңағыдегі өңдеген фотомызды осы жерге қондыратын боламыз. Фотоның үстіне басып тұрсаңыз, жаңағыдегі төмендегіде шығады, и добавить басамыз. Осы жерде прозрачность бар. Мына фотоны астынан жылытсаңыз, повернуть деген бар, соны оңға, солға, төменге, жоғарыға ауыстырып қойсаңыз болады. Егер екеуін қалап істейтін болсаңыз, төбеде слой бар, соны басамыз, и копия, міне екеуі шықты, осында жәнедегі зеркальныймен ауыстырып қоюға болады. Сіз біреуін қойсаңыз да болады, екеуін қойсаңыз да болады, өз еркіңіз. Мен мына жерде екеуін қойып көрсетіп жатырмын. Енді любой пустой жерді бассаңыз, астындағы кәдімгідей нелер шығады, добавить текст деген сияқты. Осы жерде добавить текстті басамыз, өзіміз қалаған мәтінді жазамыз. Мен бұл жерде тойға шақыру деген болатын тұғын. Төменде шрифт, цвет, текстура барлығы бар. Осы жерден мен жылжытып тұрып өзіме граммонт дегенді таңдаймын. Көбінесе осы шрифтпен жұмыс істеймін, өйткені біз қазақша әріптерді әдемі қылып жазып беретін болады. Енді осы жерде төменден тағылсақ отводка деген бар. Осыны басып, мен сары түсірдім, яғни сары қылым келеді. Және де осы жерде мен 50%-ға дейін алып бардым. Қалған тексттарды тура осындай ағып, өзіңіз жазып, қалаған шрифтті қойып, қалаған түсті қойып, немесе градиент қылып істесеңіз болады. Оның барлығы өз еркіңізде. Осымен біздің шақыру қағазымыз дайын. Мына жерде жоғарыда стрелка тұр, соны бастаңыз, өзіңізде сақталып қалады. Ал готованы басып қойсаңыз, уже бұны ешқайсысын өзгерте алмай қаласыз. Сол себепті адамдардың атындарын жазып, жәнедегі стрелканы басып отырсаңыз, сізге сақталып отыратын болады суреттер.